Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Камерамызды дұрыстап қойып алайық. У нас неудобно. Так, былай қойсақ. Мен кім дедің? Ерболовна бар ма? Әріптестер. Гүлдана Ерболовна. Сәлеметсіз бе, Гүлнара Қалқанна? Изображение бар? Дауысыңызды естіп тұрмын. Ал. Ага. Да камеру никак не можем установить, чтобы, знаешь, чтобы екемізді. Көрінді ма? Как вот? Да, екеуіңіз көрініп тұрсыз. Получается, сейчас Акмарал нормально, а я сбоку, да? Вот теперь полный. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть поверните. Еще раз. О, хорошо, да. Оба в центре. Так, теперь бізге админ нашей группы Гүлдана Ерболовна керек. Бүгін Әсел Амангелдиевна шыға алмайды. Сол себепті бүгін админ Гүлдана Ерболовна. Ол кісі белгілеу керек. Кім бар, жоқ. Так, жарайды. Шығар. Жай, мінеки 17. Можешь как-то сфотографировать? Бастай береге, әріптестер. Так, демонстрацию экрана. Ага, все. Я демонстрацию включила. Шығып тұрма. Хорошо меня слышно, да, әріптестер? Хорошо, я хорошо слышу. Изображение есть, да? Естіп тұр, аға. Сәлеметсіз. Естіп тұр, жақсы. Жақсы онда. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинардың тақырыбы оқушылардың ғылыми жаратыстану сауаттылығын қалыптастыру. PISA зерттеуінің көптеген циклдер аясында осы бағыт бойынша тестілеу нәтижелері төмен екендігі бәрімізге мәлім. Сондықтан бүгін қарастыратын сұрақтарымыз вот так, вот теперь заработало. Сұрақтарымыз так. А почему-то, вот все. Бірінші, ғылыми жаратыстану сауаттылығы жалпы сипаттамасын қарастырамыз. Ғылыми жаратыстану сауаттылығы тапсырмаларының құрылымын және осы бағытқа бағытталған тапсырмаларды өздеріңіз құрасыздар. Енді миға шабуыл жасап жіберейік. Ғылыми жаратыстану, бұл жерде жыр түсіп кетіпті ғой. Ғылыми жаратыстану сауаттылығы дегеніміз не? Және 2018 жылы PISA халықаралық зерттеуінде ғылыми жаратыстану сауаттылық көрсеткіші төмен болу неге байланысты? Енді біраз хабарларыңыз бар ғой осы жаратыстану ғылыми сауаттылық бойынша, PISA зерттеу бойынша қаншама мінеке курстар болып жатыр, вебинарларға қатысып жатсыздар. Мінеке ойларыңызды ортаға салсаңыздар, осы екі сұраққа жауап күтемін. Микрофондарыңызды қосып, ойларыңызды айтсаңыздар, әріптестер, белсенді болуға шақырамын. Кешіріңізші, сұрақты қайталап жібермейсіз ба? Демонстрацияда слайдта көрініп тұр ғой, әріптестер. Ғылыми жаратыстану сауаттылығы дегеніміз не? Болды, рахмет.
Так, ғылыми жаратылыстану сауаттылығы дегеніміз не? Так, және де 2018 жылы осы пиза халықаралық зерттеуінде осы бағыт бойынша көрсеткіш төмен болуы неге байланысты? Так, Ғылыми жаратылыстану сауаттылығы дегеніміз не дегенде, жалпы жаратылыстану пәнінен берілетін білімдерін, или қалай айтамыз, теориясын практикада қолдануы деп есептеймін. Жалпы теориялық білімді алғаннан кейін, осы практикада оны қолдана алса деген деп ойлаймын, дұрыс па деп. аха. Сөйлеп жатқан Әріптес. әріптес аты жөніңізді айтып жіберсеңіз. Елена Ахметовна, Елена Бидайық орта мектебі. Аха, өте жақсы. Рахмет сізге. Тағы да әріптестер сөйлейміз. Бұл жай вебинар емес, бұл диалоговая площадка деп аталады. Сондықтан Рұқсат болса, екінші сұрақ туралы айтқымда келіп тұр. Мұнда пиза көрсеткіштері неліктен төмен болды деп, осы биылғы қаншама сұрақтарды қарап шықтық, оқушылармен талқылап. Соның ішінде сұрақтар кездеседі, бірақ та ол сұраққа жауабын, мысалы, бағдарламамен салыстырғанда бағдарламада кездеспейді көптеген мәліметтер. Сома деп есептеймін, сәйкес келмейді. Мысалы, сұрақтар тереңірек кетеді, бірақ та ол қалайтамыз бағдарлама бойынша берілмегесін, олар енді ізденеді ғой. Қалай болса да ол оқушы жауап беру үшін, ода теориялық білім болу керек. Ал егер де ол теориялық білімдері болмаса, оған жауап беруді қиын деп есептеймін. Бағдарламамен сәйкес келмейді. Ол биылғы тапсырмаларды айтасыз ба? Жоқ, мен алдындағы 5 жыл бұрын берілгендердің нелерін ішінен қарастырдым. Енді сіз сұрап тұрсыз ғой алдындағы. Иә. Енді Жақсы. өзімнің нақты ойым, Иә. қалған әріптестер толықтырсын. Рахмет. Тағы да сөйлейтін әріптестеріміз бар ма? Ойларыңызды айтсаңыздар. Так, Любовь Аяжан қол көтеріп тұр мында. Любовь Аяжанова. Неше, мен жерде көре алмай тұрмын, неше участник кірген. Анар Есімғалина, неше участник кіріп тұр? Барлығымызбен бірге 21. 21, иә? Так. Жақсы онда, арғатта жүре берейік. Сонымен анықтамасына тоқталатын болсақ, тағы да мен жерде слайдтан оқып жіберейін. Ғылыми жаратылыстану сауаттылығы, жаратылыстану ғылымдарын тану және сұрақтар қою, жаңа білімді меңгеру, жаратылыстану құбылыстарын түсіндіру, дәлелдемелерге негізделген қорытынды тұжырымдау, әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде өз білімдерін пайдалану қабілеттілігі дейді. Так, енді жаңа 2018 жылы неліктен пиза халықаралық зерттеуінде осы бағыт бойынша көрсеткіші төмен болғаны неге байланысты екен? Жаңа әріптесіміз Елена Ахметовна айтып кетті, дұрыс айтты, ол кісінің ойымен келісеміз. Біріншіде енді оқушыларымыздың құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіре алмауы, жаратылыстану ғылыми зерттеудің ерекшеліктерін түсінбеуі әрине, және де қорытынды тұжырым жасау үшін деректерге түсініктеме бере алмауы және ғылыми дәлелдерді тиімді пайдалана алмауы. Енді әріптесіме сөз берем арғатай. жаңа айттық қой, 2018 жылы не себепті жаратылыстану ғылыми сауаттылығы бойынша нәтижелері төмен көрсетті. Оған мысалы дәлелдемелерді тұрғыдан түсіндіре алмауы. Сіздер барлықтарыңыз әріптестер пиза халықаралық зерттеуіне іліккендіктен әртүрлі тапсырмалар бойынша жұмыс істеп жатырсыздар. Мысалы
тренажермен жұмыс істеп жатырсыздар, курстарға қатыстыңыздар. Міне мынау тренажерда мына Ақбөкен туралы функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырманы кездестірдіңіздер ғой, иә? Енді мәтінді оқудың қажеті бар ма, деп кездестіріп осымен жұмыс істеп жатырсыздар ма? Ақбөкен туралы. Оқыдық қой. Оқыдық, иә? Енді қараңыздар. Бірінші сұраққа балалар жауап бере алады, 95%. Не себептен? Бұл төмен деңгейдегі сұрақ. Бұл жерде Ақбөкендердің басқа түр аралық күрес жүріп жатқандығын балалар түсіндіріп, олардың жауап қысқастық екендігін 95% жауап бере алады деп ойлаймын. Екінші сұраққа келетін болсақ, бұл жерде де не себепті олар алшаққа кетеді, төлдейтін кезде, өйткені бұл жерде түр аралық күрес жүріп жатады. Шамамен бір 65% жауап бере алуы мүмкін, иә? Жауабы қандай деп ойлайсыздар? Тоқтатыңыз. Өздерінің төлдерін табиғи жауларының шабуылынан қорғауға береді, иә? Екінші сұрақтың жауабы. Бұл жерде де түр аралық күрес жүріп жатады. Енді қараңыздар, кей жағдайда балаларымыз не себепті осы функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырмаларды орындай алмайды, өйткені олар графикпен, кестемен жұмыс жасай алмайды. Өйткені графикке назар аударатын болсаңыздар, осы жерде жауабы тұр. Бірақ та балалар бір қарайды да, ой, мына менің күшім жетпейді деп, бұл тырыспауы да мүмкін осы тапсырманы орындауға. Ал шын мәнінде графикте, осы диаграммада жауабы орналасқан, жауабы тұр. Сол себепті, не себепті балалар төмен нәтиже көрсетеді? Себебі олар эволюция тақырыбын өткен кезде түрлердің арасында түрішілік, түр аралық күрес, табиғи сұрыпталу жүріп жатқанын білетін болса, осы мысалы Ақбөкенге байланысты нақты тапсырманы орындай алар еді. Және мәтін мен оқу сауаттылығына байланысты тапсырмаларды орындай алса, мысалы мына жерде мораторий жариялады деп тұр ғой, ол жауабы болады. Ол ненің оқу сауаттылығы мана мәтіннің ішінде бар. Егер балалар есіне сақтап, сканерлеп оқып, ең негізгісін ішіне теріп алатын болса, бұл сұраққа жауап бере алады деп ойлаймын. Просто біз балаларымызды оған үйрету керекпіз. Оқу сауаттылығына назар аудару керек, мәтіннің ішінде дұрыс жауап болуы мүмкін. Диаграмма, кестемен жұмыс істей алу керек, және де құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіре алу қажет. Эволюция деген тақырыпты қай сыныптарда биологияда оқытушы еді? Нешінші сыныпта? 3-ші тоқсанда өтті қой, иә? 10-ші сыныптарға бересіздер ма? Иә, 10-ші сынып. 10-ші сыныптарда бізде 3-ші тоқсанда мен өзім осы сабаққа кірістіріп. 9-ші сыныпта да бар. Сосын сіздер кірістіріп, осыны балаларыңызға берген шығарсыздар, иә? Сол себепті, мана Гүлнар Кауканның сұрағына жауап, не себепті балалар ғылыми жаратылыстану сауаттылығы бойынша төмен нәтиже көрсетеді? Өйткені олар құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіре алмауы, және ғылыми жаратылыстану зерттеуінің негізгі ерекшеліктерін түсінбеуі. Содан кейін қорытынды жасаған кезде дәлелдемелерге назар аудару керек. Графикпен жұмыс істеу керек, кестемен жұмыс істеу керек, оқу сауаттылығына басар назар аудару қажет. Келісесіздер ме? Иә, келісеміз. Ана 5-ші сұрақтың жауабы қалай еді? Сіздер тренажерден көрдіңіздер ғой? Участниктер бөлімде тұрады. Ашаш ма? Енді бұл ұзақ. Астында тұрған лучше жерде текст. Так. Иә, сонымен жауабы.
Сіздерге көрініп тұрғанша деп оқып алыңыздар, көрініп тұрса. Общее количество. Ага, сосын в конце. Сонымен жауабы әріптестер қалай деп ойлайсыздар? Тренажерді кездестірдіңіздер ме бұл сұрақты? Жаратылыстану сауаттылығына байланысты бұл сұрақты кездестірдіңіздер ме? Самалар Бізде болған жоқ мынандай, саламатсыздар ма? болған жоқ? Менде мынандай не болған жоқ. Сұрақ. Ендеше Соны қарап отырмын. біз бүгін сілтемесін жіберейік, оған ешқандай Аха. авторизация жасаудың қажеті жоқ. Анна Рисбалиевна, сіз білесіз ғой, бұл нені? Сіз орындап жүрсіз ғой. Кім орындаған жоқ, авторизация ештемеге қажеті жоқ, кіресіздер тек қана. Сосын балаларыңызды тоже үйретіп қойыңыздар. Анда бар ғой, жауаптары, мысалы, 5 сұрақтан берілген, осы ақылкенге байланысты. Бірінші сұрағын орындайсыңдар, екінші, үшінші, төртінші, 5 сұрақты орындап болғаннан кейін сіздерге дұрыс жауабы шығады. Иә, бірінші сұрағыңыз дұрыс, не себепті дұрыс, қате болса не себепті қате, қандай бөлімге тарауға назар аудару керек, барлығының жауабы шығатын болады. Сол себепті сіздерге ұсынамыз, тренажерлармен жұмыс істеңіздер, мәтінге назар аударыңыздар, диаграммамен, кестемен жұмыс істеуге үйретіңіздер оқушыларыңызды. Сіздерге енді жауабын біз қазір айтсақ, қызықсыз болып қалады, сіздерге интрига. Өзіміз дейік бұны. Өздерінің жауабын табыңыздар. Егер сіздер қателесетін болсаңыздар, сол жерде жауабы шығады. Сіз өздеріңіз шығады, жауап шығады. Бірақ бұл кездеспеді. Кездеспесе, ендеше орындап көріңіздер. Ары қарай жалғастырамыз. Демек, оқушылардың ғылыми жаратылыстану сауаттылығының құзыреттіліктерін әртүрлі типті тапсырмалар беру және зерттеу жұмыстары арқылы қалыптастыруға, дамытуға болады екен. Әріптестер, енді пиза тапсырмаларының құрылымына тоқталып кетсек, есімізге түсірейік. Ол үшін мен сіздерге қазір мынандай тапсырма, шай кешендік тапсырма деген слайдқа мінекей шығарып қойдым. Осы тапсырмаға қарап, осы функционалдық сауаттылық тапсырмасының құрылымын естеріңізге түсірсеңіздер. Тағы да слайдта көрініп тұр ғой, Иә, көрініп тұр. құрылымы қандай екен? Не болу керек тапсырмада? Тапсырма шешпей қойыңыздар, тек қана құрылымын айтсаңыздар болды. Мінекей, мына жерде 2-3 сөйлемнен тұратын шағын мәтін, содан кейін кесте, содан кейін тапсырма. Мынау не загораживает? Да? И видно. Бұл жерде сонда немесін табу керек? Тапсырманың Құрылымы, иә? Аха. Мына жерде заттардың құрылымы мен функциясы деп тұр ғой, соған ба? Көңіл аудару керек па? Жоқ, тапсырма қалай құрылған дейді, мынау берілген. Тапсырманы орындамайсыздар. Құрылған ба? Жалпы функционалдық сауаттылық тапсырмасының құрылымы қандай деп сұрақ қойып тұрмыз. Мынау камера дұрыс тұрған жоқ, кажется. Қарашы, мынау мен постоянно как будто жерге қарап тұрмыз. Камера. Былай болса да? Әріптестер,
Қырмен тұрмен, Так, ал әріптестер, қандай ойларыңыз бар? Қысылмаңыздар, сөйлеңіздер. Бәріміз де қарапайым мұғалімдерміз. Кішкене подсказка берейік, тапсырма негізінен 3 блоктан құрылған. Бірінші блок, олар жаңа сіздер айттыңыздар. Мәтін берілген шағын. Жоқ, иә. Подсказка бермейміз. Өздері біледі бәрін. Просто еще не проснулись, наверное. Аселя Магидина бүгін кірген жоқ. Қысылмаңыздар. Сами мы сегодня себе представлены. Жақсы диалог болады деп ойлаймын. Все, что думаете, можете говорить. Запись видео уже. Можно быть? Ну, запись. Инстаграм. Қандай ой келді әріптестер? Такого же не может быть, что все забыли. Все вы это знаете. Мінекей тапсырма. Енді тапсырма құрылымы дейік, моделі дейік бірінші, давайте моделі десек те дұрыс болады. Есть какие-нибудь идеи? Значит, құрылымына кіретін болсақ, бұл ғылыми жаратылыстану бағытындағы тапсырмалар. Бұл жерде бұл аралас тапсырма деп айтуға болады. Себебі бұның ішінде мәтінде бар, кесте бар, және де суреттер бар. Сурет негізінен кей кезде ол көмек ретінде болуы мүмкін, кей кезде енді жай баланың ойын толықтыру үшін беріледі. Мен ойым. Содан кейін бұл жерде тапсырманың несін құрылымын көретін болсақ, так, АБЦД-ға қарағанда қарапайым төрт жауаптан таңдау, берілген жауаптың нұсқасын таңдау болып келетін секілді. Тапсырмасын оқыған жоқпын енді. Неліктен Ақманды біраз уақыт бұның үстінде қыздырған, сонда берілген жауап нұсқасының таңдау жасау керек, бір жауап нұсқасын алу керек, мен солай түсініп тұрмын. Және де кестеде қосымша мәліметтер берілген. Осы тапсырмаға байланысты. Тамаша. Жақсы. Тағы қандай ойларыңыз бар? Қалған әріптестер келісесіздер, Анар әріптесінің ойымен. Жақсы, онда ары қарай жүре берейік. Енді моделіне тоқталатын болсақ, пиза тапсырмасы деп айтпайық, ғылыми жаратылыстану және ғылыми жаратылыстану емес, функционалдық сауаттылық тапсырмасының құрылымы, өзі 3 блоктан тұрады екен: мазмұндық модель, құзыреттілік модель, контекстік жағдайлар дейді. Енді мазмұндық модель. Мазмұндық модель ол қарапайым сөзбен айтқанда, ол кәдімгі мәтін. Жаңа Анар әріптесіміз айтып кетті, мәтіннің өзі түрлері, типтері болады, аралас, толық, тұтас, сплошной, не сплошной текст деген. Содан кейін бұл жерде, бұл блокта тағы да мәселені шешу, әлеуметтік, математикалық, жаратылыстану ғылымдары кіреді. Енді құзыреттілік моделі. Қалай деп ойлайсыздар? Құзыреттілік моделі дегенге осы ұғымда ашып жіберейікші. Қалай түсінесіңдер? Тапсырмада құзыреттілік моделі берілген. Не үшін? Енді мұнда жазып тұр. Бұл жерде, наверное, нені қарастырады, біліммен және ғылыми сұрақтар, сосын құбылыстардағы ғылыми түрде түсіндіру,
яғни бар білімін ол қолданады, және де сол бар білімін интерпретацияға салу мүмкін. Жақсы. Және де бұл жерде мынау алған білген ғылыми дәлелдерді қолдану, яғни бұл жерде өз мынау тапсырмаларды орындай келе қорытынды шығару, да? И, наверное, осы неге тапсырмаға немесе осы текстке или мәтінге баға бере алады ма, бере алмады ма, соны қарастырады. Жақсы. Деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз, Анар Исмалина. Егер де бұны мынаны жатқызуға болады ғой, мысалы, мәтін беріледі, мәтіннен кейін сұрақтар, тапсырмалар беріледі ғой. Сонда ол берілген. Алло, Гульнара Кокана, вы пропали. Ағытылып кетті. Қалған әріптестер барлықтарыңызбен үзіліп кетті ме байланыс? Что-то көрінбей кетті. Үзіліп кетті. Гульнара Кокана, мені лақтырып жіберді. Қайталасаңыз сұрақты. Алло. Хорошо. Қазір мен айтайын. Хорошо. Құрметті әріптестер, бізде вебинар берушілерде Гүлнара Кокана мен Ақмарал Сүлейменовна свет сөніп қалыпты. Кішкене күте тұрыңыз дейді. Конференция уақыты да азырақ қапты, 3 минут. Қайтадан осы немен ссылканы кіре береміз бе? Сөйтіп шығармыз. Свет сөніп қалды дейді. Мені барлығы естіп тұрма. Күте тұрыңыз дейді. Жақсы. Онда қайтадан кірсек қайтеді? Давайте пока күте тұрайық, а потом, если что, олар өздері, егер шығып кетсе конференциядан, қайтадан кіріп көреміз. Жарайды, жақсы.